Барша көрермен қауым, алдарыңыздағы мына екі құр киім қазақ байырғы киім үлгілерінің бірі саналады. Төменде мен осы киімдерді қысқаша таныстырып өтейін. Мына жігіттің басындағы киім, жоғарыда Қуандық айтып өткендей, бөрік, қазақ бас киімінің бірі саналады. Бұл бөрікті әдетте сусар терісінен жасалған. Ал үстіндегі мынау шекпен, бұны әдетте шидем шекпен деп атайды екенбіз. Бұл шекпенді әдетте түйе жүнінен тоққан. Кілең түйе жүні. Бұл киімді Текес ауданы Шолақтерек ауылында Жаңанұр мал шаруашылық қыстағында тұратын Медетхан Балтабай деген адам бар. Осы кісінің әкесі Балтабай деген адамның киімі. Мына Қуатжан, сонда мына киіміміз кәдімгі мына Мұқағали Мақатаевтың өлеңіндегідей әлгі күпі киген қазақтың қара өлеңін шекпен жауып өзіне қайтарамын дегендегі осы болды ғой. Әдетте бұны кемер белдік деп атайды екен. Бұл белдіктің жыл шамасы біршама ұзағырақ. Бұны сол Жаңанұр қыстағында тұратын Мүсілім деген ақсақалымыз бар. Сол кісінің әкесі Күзібай, Күзібайдың әкесі Орақбай деген адам зәңгі болған, сол кісінің белдігі. Енді Орақбай зәңгі, мен құрдас өткен Қозыбай деген ұста болса керек. Бұл белдікті сол Қозыбай ұстаның әкесі Сәрсенбай деген ұста соққан екен. Бұлайша есептегенімізде бұл белдікке 200 жылдың астам тарихқа ие. Кимешек, мынау қазақтың албан кимешегі. Әдетте мынау кимешектің өзі мынау маржаны, мынау кер маржан дейді екен. Онан кейін мынау меруерт маржаны. Түндегі шекпен бұл сол Текес ауданы Шилөзек ауылдығының Суасу қыстағында тұрған. Тезек деген ақсақалымыз бар, сол кісінің әкесі Күлдібай деген адамның бәйбішесі. Гүлғайша деген адам. Кезінде бұл кісі 74 жылы 96 жасында қайтыс болыпты. Бұл кісінің сол жас кезінде тоқып киген, түйе жүнінен тоқып киген шекпені, яғни жаңағы сидем шекпені. Бұны әдетте мынау кимешек чылаушы ма жоқ? Кимешектің әдетте күндігі дейді екен. Мұны алғанда жас ұлғайған әйелдер енді орта жас асқаннан кейін кимешектің сыртында осындай күндік орайды екен. Жаңа ғана сәнді маржандарды бұлай жасырып, жақсы егделегеннен кейін осындай күндік орап кисе керек. Бұны кісе белдік деп атаймыз. Бұны Шилөзек ауылының Суасу қыстағында тұратын Әлмақын Базарбай деген адамымыздың ұлы әкелерінен қалған белдік екен. Бұл белдіктің де тарихы ұзақ.